Әр адамды енді оңай аңдуға болады. Себебі кез келген жердегі камера арқылы хакерлер арнайы сайттардың көмегімен бақылай алады екен. Тіпті интернет арқылы үйдегі камераға қосылуға болады дейді мамандар. Бүгін кибершабуылдарды талдау және тексеру орталығы тұрғындарға қарапайым сақтанудың жолдарын көрсетті. Қазір біз арнайы сайттың көмегімен Алматы қаласында орналасқан дүкендердің бірін сырттай бақылап тұрмыз. Дәл осындай жолмен мейрамханаларды, демалу орындарын, тіпті жеке тұлғалардың үйлерінде жасырын қарауға болады екен. Бағдарламашымен бірге анықтағанымызда елімізде IP адресі қорғалмаған, пароль ашық 2119 камера жұмыс істеп тұр. Ал бұл олқылықты жат ниетті хакерлер өз мақсаттарына пайдалануы әбден мүмкін. Завод күнде келгенде ол админ болмаса паролда админ болып келеді. Сосын жаңағы аккаунт админ болған жағдайда жаңағы парол 1-2-3-4-5 болады. Онда көбісінде завод күнде осылай келеді. Бұны жаңағы алдын алу үшін жаңағы басқару орталығына кіріп, жаңағы админді да өзгерту керек, атын жаңағы аккаунтты. Сосын жаңағы паролын жаңағы 1-ден 8 цифр аралығында болу керек. Цифр емес, бұған жаңағы әріптерді қосу керек. Әріптің соңына жаңағы цифр қоссаңыз да болады. Бұл жаңағы хакерлердің бұзып кіруіне қиындық туғызады. Кибершабуылдарды талдау және тексеру орталығының мамандары Viber сияқты мессенджерлерде адамның жеке өміріне қол сұға алады деп отыр. Хакерлер достарыңыздың тізіміне қосылып, сізге жасырын жолдама жіберіп, компьютеріңіздің құпия сөздерін өзіне көшіріп алуға қабілетті көрінеді. Если у вас стоит Viber это популярный мессенджер. Егер сізде Windows жүйесі орнатылған компьютер болса, хакерлер елімізде кең таралған Viber тілдесу құралын пайдаланып, жеке ақпаратыңызға басшылық етуі мүмкін. Олар арнайы кодтардың көмегімен құпия сөзіңізді ұрлап, компьютеріңізді бұғаттан шешіп, жеке ақпараттарыңызға қол жеткізіп, іс-амалдарыңызды бақылап отыра алады. Бұл Viberді шығарушы компания олқылығы. Алайда олар бұл қателіктерін түзетуге асығар емес. Мамандардың айтуынша мемлекеттік базаларда хакерлерден жақсы деңгейде қорғалмай отыр. Соның салдарынан сайт бұзудың тілін білетін адамдар тұрғындарымыздың жеке ақпараттарына да жеңіл қол жеткізе алады екен. Европа елдерінде мемлекеттік маңыздылығы бар сайттарға кибер шабуыл жасалса, 48 сағаттың ішінде ол халыққа жариялануы тиіс екен. Ал Қазақстанда бұндай жайттар көпшіліктен жасырылады дейді мамандар. Ал бұл алаяқтар үшін табыс табудың жеңіл жолына айналуы мүмкін. Жанар Жолтаева, Данияр Жүсіпов, Ахмедияр Ильясов, Информбюро 1 арна.